Тақырыпты одан әрі өрбітсек, бізбен қазір тікелей байланысқа шығып отырған Талап коммерциялық емес акционерлік қоғамының президенті Санжар Тәтібеков. Санжар мырза, кеш жарық, бізді жақсы естіп көріп отырсыз ба? Кеш жарық, естіп отырмын. Сіздің ойыңызша, мына осы биыл жарияланған жұмысшылар жылында бұл бастамада қандай салаларға басымдық беріледі деп ойлайсыз? Жалпы жұмысшы мамандықтарында ең бастысы бізге еліміздің экономикамызын көтеруге бағытталған мамандықтарға басты назар аударылады. Біріншіден бұл индустриалдық мамандықтар. Оның ішінде энергетика саласы, өздеріңіз білесіздер, жылу энергетика саласында біршама қордаланған мәселелер бар. Осын шешуде де қажетті кадрлар керек. Сонымен қатар, жалпы жаңа жасыл энергетика көздері дейміз ғой. Осыған бағытталғанда кадрларымыз керек. Ол альтернативті энергетика көздері бар. Сонымен қатар тау-кен өндірісіндегі мамандықтарда өте қажетті. Ол металлургия саласы, кен өндірісінде керек мамандықтарымыз бар. Құрылыс саласы да әрбір өңірде қарқынды дамып келе жатыр. Оған да біршама өзгерістер енгізу керек. Сондықтан да біздің кадрларда осы бағытта жұмыс жасайды. Әрине, қазіргі таңда әлемді дүрліктіріп отырған цифровизация дейміз. Сондықтан да цифровизацияның да цифрландыру технологиясында біршама бағыттары бар. Ол жасанды интеллект дейміз, машиналық оқыту, сонымен қатар дрондарды басқару деген сияқты. Осы бағыттарда да біздің колледждерде үлкен даярлау жұмыстары болады. Санжар мырза, негізінен мына жұмысшы мамандықтарға жастарды тарту мәселесі қайда болса да қозғалып көтеріліп келе жатыр. Осы жастарды жұмысшы мамандықтарға баулуға, тартуға мемлекет тарапынан қандай қолдау шаралары қолға алынбақ? Әрине, қоғамда осы жұмысшы мамандықтарына деген, осы жұмысшы мамандықтарын ынталандыру, бұл біздің басты қағидаттарымыз бірі. ESG принципін пайдалана отырып, мемлекет, бизнес, сонымен қатар білім орындары осыған қатты назар аударуымыз керек. Бұл тек қана оқу ағарту министрлігінің бастамасы болмау керек. Бұл барлық салалық министрліктің жалпы айтқанда басты қағидатына айналу керек. Биылғы жылы, жаңа сіз айтқандай, қоғамда өз салаларының министрліктеріміз бар, өз салалары бойынша мамандықтарды қалай дамытамыз, осыған қалай назар аударамыз. Осы ретте биылғы жылдың басты қағидаты барлық мүдделі тараптар бірігу керек. Осыған біз жұмылуымыз керек. Мысалға айта кетейік, жалпы жаңа мамандықтар атласына сәйкес әрбір өңірде өңірлік карталар жасалады. Қазіргі таңда 9 өңірдің картасы дайын болатын болса, жалпы 20 өңірде осы карта жұмыс жасап, қандай мамандықтар бар, қандай мамандықтар трансформацияға ұшырайды, қандай мамандықтар жаңа мамандықтармен оқытуымыз керек. Осыны жастармен қызықтыра отырып, біз қазіргі таңдағы жұмысшы мамандық сізбен біз ойлаған мамандықтар емес, ол заманауи ойлайтын. Бұл ойлауға, мышление дейміз ғой, осыған әсер ететін мамандықтар екенін көрсетуіміз керек. Осы бағытта біраз жұмыстар жасалады. Бұл ретте тәрбие жұмысы да, біздің патриотизм бағыты да қатты назар аударылатын болады. Әрине, біздің тілде айтқанда soft пен hard skills деген ұғым бар. Яғни мамандығына сай өзінің оқитын, сонымен қатар қоғамда бизнес қауымдасқа керек мамандықтар бар. Мысалға, осы тақауда ғана Future of Jobs 2025 деген үлкен ғаламдық есеп шықты. Сонда әлемнің 60%-дан жуық жұмыс берушілер айтады. Қазіргі 2030 жылдан кейін бізге керек мамандардың 60% цифровизацияның осы өзгеруі талап етіледі дейді. Яғни цифрлық дағды керек дейді. Сондықтан да біз жастарымызға да осы цифрлық дағдымен бағытталған білім беруді де көзейміз деп, осы жастарымызға үйретеміз. Мысалға, сізбен біз ойлаймыз, тігін өндірісінде цифрлық дағды керек жоқ деп. Әрине, қазір тігін аппаратында да цифрлық шешім бар. Сондай әрбір саланың өзінің шешімдерін біз енгіземіз. Жақсы опыттарымыз да бар, жақсы тәжірибеміз де бар. Мысалы, жаңа Талдықорған политехникалық колледжінде дронмен басқару, ол Қазақтелекоммен бірігіп жалпы жұмыстар жасап жатыр. Сондай жаңашыл мамандықтарды енгізе отырып,
яғни профориентациялық бағытты одан ары қарай жандандыра отырып, мектепте жандандыра отырып, осы жұмысты ары қарай жалғастыратын боламыз. Жаңа өзіңіз ғана айтып кеттіңіз, мына өңірлерге қандай мамандықтар керек жөніндегі жол картасы бар деп. Сол жол картасы туралы кеңірек түсіндіріп айтып бересіз бе? Қазірдің өзінде қандай да бір алдын ала мүмкін болжамдар бар ма екен? Қай өңірге қандай мамандық керек деген? Мысалға, жаңа мамандықтар атласына сәйкес Павлодар облысында жалпы осындай өңірлік карта жасалды. Маңғыстау облысында өңірлік карта жасалды. Түркістан облысында өңірлік карта жасалды. Қазіргі таңда мысалға Павлодар өңірін айтатын болсақ, бұл енді тау-кен өндірісі толық дамыған үлкен бір өңір, ірі өңір. Бұл ретте мұнай газ саласында кадрлар керек. Тау-кен өндірісінде айталық, қазіргі таңда металлургия, бұларда енді алюминий бағытында белгілі бір жұмыстар жасайтын болса, сол алюминді алудың өзіне де қандай ерекшеліктерді енгіземіз. Мысалға, қазір айталық жер астында жұмыс жасайтын біздің кеншілеріміз бар. Бізде келешекте осы кеншілеріміз жердің үстінде де отырып, белгілі бір техниканы, технологияны жердің үстінде отырып, меңгере отырып, жердің астындағы технология жұмыс жасаса, ол қауіпсіздікті де күшейтеді. Яғни қазіргі таңдағы жаңа мамандықтар атласы осыған бағытталады. Жаңа айтқан өңірімізде айтып отырмыз ғой, Павлодар өңірінде энергетика саласы дейміз, тау-кен саласы дейміз, сонымен қатар құрылыс саласындағы кейбір өзгерістерге енгізіліп, ол колледждердің, мысалы 20 колледж белгілі бір білім беру бағдарламаларына өзгеріс енгізіп, онымен даярлық жұмыстарын бастап кетті. Яғни трансформацияға ұшыраған дегеніміз заманауи білім беру бағдарламаларына заманауи өзгерістер енгізіліп, әрі қарай цифрлық дағдылар енгізілді. Түркістан өңірінде де жаңа айтымыз, жаңа кен орындарын байытуымыз керек. Ол жақта да уран өндірісі бар. Ол жақта да мысалға туризмнің жаңа бағыттары бар. Ол жақта да мысалы құрылыстың да жаңа бағыттары бар. Осы бағыттардың барлығы логистика саласы бар. Сонымен қатар жалпы біз сервисті де ұмытпауымыз керек. Мынау қызмет көрсету саласында осы бағытта да жаңашыл бағыттардың барлығы ескеріп жұмыс жасалып жатыр. Енді бұл ретте жергілікті жердің әкімшілігі, сонымен қатар мамандығы болашағым жобасы, оқу ағарту министрлігінің маман жобасы, ұлттық концепциясы аясында белгілі бір жұмыстар жалғасатын болады. Санжар мырза, бізбен студиямызға хабарласып, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Сізге сәттілік тілейік. Рахмет сізге. Рахмет.